Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен галоген топшасындағы бейметалдарды бастайтын боламыз. Әрине, ең бірінші бейметал ол фтор. Енді фтордың периодтық жүйедегі орналасуына көз жүгіртейік. Яғни, мына жерде өздеріңіз суретте көріп тұрғандай, фтор ол периодтық жүйеде 17-ші топта галогендер топшасында негізгі бұл қазіргі бойынша 17-ші топ деп айтылады, ал ескі периодтық жүйе бойынша 7-ші топта негізгі топшасында орналасқан, оның екінші периодта орналасқан, ал енді оның атомдық номері 9, салыстырмалы атомдық массасы 19. Енді осы фтордың атомдық құрылысына келетін болсақ, мына жерде негізі оның 9 протоны бар, және 9 электроны, 10 нейтроны бар. Бәріңіз білетін шығарсыздар, оның атомдық номері қанша болса, сонша протон мен электроны бар, ал нейтрон дегеніміз ол салыстырмалы атомдық массасынан реттік номерін алғанда осы нейтрон саны шығады. Енді электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p5. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде 3D модель берілген. Яғни, қарасаңыздар, бірінші энергетикалық деңгейде 2 электрон орналасқан, ал екінші энергетикалық деңгейде бұл жерде 7 электрон бар. Барлығы 9 электрон. Келесі, яғни, сондықтан да бұл негізгі сыртында оның 7 электрон болғандықтан, ол көбінесе бір электрон қабылдау алуға бейім. Яғни, фтор минус деп осындай фтор ионы жазылады. Енді келесі осы фтордың кеңістікте орналасуына келетін болсақ, ол S және P орбиталдарында орналасқан, сыртқы қабатында 2 P орбитальдары кеңістікте 3 бағытта орналасады. Фтор молекуласы F2 түрінде болады және атомдық коваленті байланыста арқылы байланысады. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, бір фтор атомында, яғни сыртында 7 электрон бар. Оған тағы бір фтор электронмен қосылған кезде, яғни F2 молекула түскен кезде, олар 2 электрон келіп, электрон құлт арқылы байланысып, яғни осындай ковалентті байланыс түзеді. Енді фтордың жалпы 2 изотоп бар, яғни фтор 19 және фтор 18. Фтор 19 көбінесе ол табиғатта ең көп кездеседі, ал фтор 18 ол радиоактивті. Фтор 18 осы медицинада радиоизотоп ретінде қолданылады. Келесі, енді фтордың ашылу тарихынан келейік. Фторды жалпы алу өте қиын болған, себебі ол өте белсенді элемент. Бәріміз білеміз, электр терістігі 4-ке тең, яғни өте белсенді. Соны 1886 жылы осы француз химигі Хенри Мосиан алғашқы рет таза фторды алды. Ол бұл жетістігі үшін 1906 жылы Нобель сыйлығын алған болатын. Енді фтор табиғатта қайда кездеседі? Фтор табиғатта бос күйінде кездеспейді. Ол тек қосылыстар түрінде болатын. Негізгі минералдарына флюоролит, яғни кальций F2, криолит, натрий 3, алюминий F6, фторапатит осы минералдардың жер қыртысында кездеседі. Енді фтордың алыну жолына келетін болсақ, ол көбінесе фтор сутек қышқылын электролиздеу арқылы алынады. Негізгі процестің реакция түрінде көрсетіп тұр, яғни H фторды осы электролиз арқылы ыдыратады да, сол кезде фторды алады. Бұл процесс арнайы аппаратта жүргізіледі, себебі фтор өте реактивті келеді. Енді келесі фтордың негізгі физикалық қасиеттеріне тоқталайық, яғни ол жерде суретте көрініп тұрғандай ашық сары түсті газ, өткір иісті, өте улы, ауадан ауыр, төмен температурада сұйық күйге айналады. Қайнау температурасы минус 188 Цельсий градус. Енді фтордың химиялық қасиеттеріне келейік. Фтор ең белсенді бейметал, ол көптеген заттармен әрекеттеседі. Сутекпен H фтор сутек қышқылын
түседі. Бұл реакция өте жылдам жүреді. Металдармен ол тұз түзеді, натрий фториді, ал сумен ол қышқыл сумен әрекеттескенде яғни H сутек фтор қышқылын түзеді және оттек бөлініп шығады. Енді фтордың негізгі қосылыстарын қарайық. Яғни фтор-сутек қышқылы бәріміз бағана алдында реакциялардан көрдік. Натрий фториді және кальций фториді, сонымен қатар күкірт гексафториді осы жиі кездесетін қосылыстары. Бұл негізі көбінесе өнеркәсіпте кең қолданылады. Енді фтордың өзінің қолданылуын көрейік. Ең бірінші ол өнеркәсіпте фтор полимерлерін өңдеуде, пластмасса жасауда қолданылады. Медицинада ол тіс пасталарында, дәрілік заттар өндірісінде қолданылады. Яғни сонымен қатар ол ядролық өнеркәсіпте осы уранды байыту процесіне қатысады және тұрмыста тефлон жабындыларын алу үшін қолданылады. Енді фтор туралы қызықты мәліметтерді қарастырып көрейік. Фтор ең күшті тотықтырғыш элемент. Ол көптеген заттар тіпті төмен температурада әрекеттеседі. Фтор суды да ыдырата алады. Кейбір тіс пасталарында осы фтордың қосылыстары тіс эмасын күшейтеді. Ал енді фтормен жұмыс жасаған кезде қандай ескертулер бар, қарап көрейік. Фтормен жұмыс жасау өте қауіпті. Негізгі қауіпсіздік ережелерін сақтау керек, яғни арнайы қорғаныс құралдарын қолдану керек, жақсы желдететін жерде жұмыс істеу керек, және терімен жанасуын сақтау керек, арнайы химиялық ыдыстар қолдану керек, және фтор өте улы және күйдіргіш газ. Сондықтан бұл фтор газымен жұмыс жасаған кезде өте абай болу керек. Енді фтордың болашағын көрейік. Жалпы фтор болашақта өте яғни маңызды рөл атқарады. Жалпы ол жаңа полимер алуда, материалдарды алуда, медицинада, электроникада, энергетикада осындай қолдану дамып келе жатыр. Фтор негізіндегі материалдар өте төзімді және тұрақты болады. Жалпы бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер талқылайтын заттар болса, төменде жазып өтіңіздер және төменде берілген ссылкадағы тест тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.